Баршаңызға сәлем, сіздермен Айбике. Бүгін испан чизкейкін жасайтын боламыз. Дәмі нәзік әрі дәмді, бірақ жасалу жолы өте оңай. Қоспалардың барлығы бізде бөлме температурасында болу керек. Сүзбелі ірімшігімізге қантты салып, оны араластырып, артынша жүгері крахмалын қосамыз. Крахмалды ұнмен алмастыруға болады, бірақ крахмал қосқаныңыз абзал. Оны барлық дүкендерде сатады. Одан соң лимон суын қосып, жақсылап миксерлеп, жұмыртқамызды қосып, бөлме температурасында тұрған сливкимізді қосамыз. Сливки міндетті түрде 30%-тен жоғары болуы керек. Барлығын дәл видеодағыдай жасайсыз. Ары қарай формамызды дайындайтын боламыз. Форма 17 диаметр. Осылай пергамент қағазын төсеп алып, қызып тұрған пеште 40 минут пісіріп аламыз. Пісіп шыққан чизкейкті 3-4 сағатқа бөлме температурасында қалдырып, сосын холодильникте ұстаймыз. Дәмі өте керемет болады. Бұның өзінің құпиясы осылай төбесі күйіп пісуінде, ортасы өте жұмсақ, нәзік болады. Дастарханға шоколадпен немесе осындай посыпкалармен ұсынсаңыз болады. Сізбен болған Айбике ас болсын.